Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін екінші мәрте қорадамыз. Кеше тауықтардың бүгін келгені екінші күн. Кеше келді, бүгін екінші күн. Тауықтарымыз тіпе-тіпе жақсы. Бүгін бір жұмыртқа туған, әйтеуір біз өзімізді қуантып. Өздеріңіз бағасын беріп жіберіңіздер. Енді анау кішкене әлсіреп тұрған сияқты, қазір соны қарауым керек. Ауырып тұр ма мүмкін, оны жағын білмеймін. Мен қазір қараймын, кеше негізінде алып отқан кезде шустрый болып жүрді. Соған қызығып алғам. Енді алла бұйыртса алдағы уақытта сіздерге жақсы видеолар, контентті түсіретін боламыз. Тек қана сіздер біздің каналға тіркеліп, қолдап, комментарий жазсаңыздар, біздерге уже видео түсіруге шабыт келетін болады. Енді общий 10 мыңға алдым. Біреулер айтып жатыр, жақсы алыпсыз, арзан алыпсыз деп, барлықтарыңызға көп рахмет. Енді осы, міне ұялар, міне бір жұмыртқа туған. Жұмыртқасы мынандай екен. Қоңыр ма да жұмыртқасы? Жұмыртқасы қоңырлау екен. Осы әйтеуір бір жұмыртқа туып қуантып жатыр. Енді ертең алла бұйырса жақсы қандай тауық асырау болады, көп ақша табатын қандай тауық асырау болады, жұмыртқа көп туатын қандай тауық асырау болады, сол туралы видео түсіретін боламын. Мүмкін уақытым болса бүгін түсіріп, бүгін салатын боламыз ол видеоны. Енді уақыт болмай қалса ертең салатын боламыз. Алдағы уақытта тауық келеді, тағы да бұйыртса, мана сұрап отыр, тауық бар ма тағы да деп. Алла қаласа келеді тауықтар, даканал, брамал сештеп жатыр, оларда да бұйыртса қарастырамыз. Бірақ енді әзірге тауықтар осы, 4 тауық бір әтеш, және де онда 8-9 балапанымыз бар. Олар да өсіп келе жатыр бұйыртса. Енді біздерге домашний, несушка, жұмыртқа туатын тауықтар аламыз. Біздерге андай қымбат порода негізі тауықтар керек емес. Біздер инкубационный жұмыртқамен айналыспаймыз. Біздер тек қана үйге жұмыртқасын жеуге және де видеоға контент үшін әрбір породадан бір-бірден, екі-екеуден типа ұстаймыз, тауықтан ұстаймыз или әтешін ұстаймыз, қараймыз. Мүмкін әтештері әдемі болса, әтештерін алып осы простой тауықтарға қосамыз. Содан шыққан тауықтар тағы дәл өсіріп жүре береміз. Манағыда енді порода ұстауға болады ғой, ұстап көрдік қой. Порода ұстаймыз деп плюс жағы да бар, минус жағы да бар. Плюспен кияттық та минусқа кіріп кеттік деген сияқты ғой. Сол үшін енді мен өз басым порода ұстамаймын, осындай әншейін простой домашний тауықтарын ұстайтын боламыз. Бұлар енді бұлардың бір жақсы маған жұмыртқасын береді. Жазда балапандарын басып шығарады өздері. Және де қыста төзімді келеді. Домашний тауықтардың бір жақсы. Қораң салқын болса да, әйтеуір жұмыртқасын тумаса да, әйтеуір өлмейді, не істемейді. Ал енді породасы тауықтардың, мысалы, қора салқын болған жағдайда оларға уже әлсіреп бастайды, аяқтан кетіп бастайды. Сол себептен породаға жолағым келіп тұрған жоқ. Бірақ енді жағдайларыңыз жетсе, манады қораларыңыз жылы болса, ұстап көріңіздер, ұстаңыздар. Олай мен жамандамаймын, мынау жақсы, мынау жаман. Тауықтың барлығы бірдей ғой. Просто кішкене қымбатырақ тауық ұстасаңыздар, условиясы бәрі қымбатырақ болады. Және де қалтаңыздан бір шама ақша кетеді. Ал ол енді сізге пайдасы, манағы бизнес бастаймын дейтін болсаңыздар, ол кезде уже сіздер жақсы күтіммен ұстағаннан кейін оның жұмыртқасын сіз қымбатырақ сата аласыз. Уже 50 теңге, 60 теңгеге сіз жұмыртқасын сата алмайсыз, тек қана 400-500-ден жоғарырақ сататын боласыз. Ал мысалы мен мыналардың жұмыртқасын қазір мысалы несушка аламын, мысалы үй тауықтан аламын, мен сондай туатын тауықтар аламын ғой. Ақша керек кезде осыларындай жұмыртқалардың мен 50 теңгеден, 60 теңгеден, даже 80 теңгеге дейін сата аламын. Сатып жіберем ғой, болды. Сол себепті өздеріңіз қараңыздар, өзіме именно осындай үй тауықтары, несушка тауықтарын ұстайын деп шештім. Өздеріңіздің ойларыңызды төменге пікір қалдырыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар, жақсы сау болыңыздар.